Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет нан палау немесе нан қуырдақ жасайтын боламыз. Ол үшін алдыменен қамырымызды илеп аламыз. Мен бүгін қамырын илеу үшін 500-600 граммдай ұн, 2 жұмыртқа және тұз қосылған жылы суымды дайындап алдым. Сөйтіп жылы суымды жайлап біртіндеп құйып отырып, қамырымды илеп алдым. Қамырын аса қатты немесе аса жұмсақ қып илемейміз. Орташа етіп, орташа қалыпта илеп аламыз. Сосын жақсылап осылай июін қандырып, жұдырығымызбен осылай басып қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осылай дөңгелектеп, домалақтап біраз уақытқа тындырып қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз тынды, енді қамырымызды жаямыз. Кішкене ұнды себелеп отырып осылай жаямыз. Қамырымызды оқтауға орап аламыз да, екі шетін жайлап басып отырып осылай жайып шығамыз. Мінекей қамырымды жайып болдым. Енді осылайша ортасынан кесіп қамырымызды тақтайға қойып, аса жуан емес, аса жіңішке емес, осылайша кеспе түрінде осылай кесіп аламыз. Бір-біріне қамырларымыз жабысқанмас үшін осылайша жайып қоямыз. Жақсылап бұны кептіріп аламыз. Тақтайға осының бәрін жақсылап жайып, міне кептіріп алдым. Бір күн тұрып, мінекей қамырым кеспем әдемі болып осылай болып кепті. Енді кептірілген кеспемді табаққа салып жатырмын. Мінекей балам да көмектесіп жатыр. Әдемі болып кепті. Барлығын бір ыдысқа жинап болғаннан кейін осылайша табаны отқа қойып қыздырып алып, кішкене май құямыз. Одан кейін кеспемізді, жаңағы кептірілген кеспемізді табаға салып, осылай жақсылап қозғап отырып, осылай қуырып аламыз. Түсі осындай қызғыштау қылып, осылай әдемі қылып қуырып аламыз. Одан кейін нан палауды жасау үшін қажетті заттарымызды дайындаймыз. Мінекей мен етімді турап жатырмын. Одан соң пиязымды жарты сақина етіп турап алдым. Картошкамды да аса ұсақ емес, аса ірі емес, орташа етіп турап алдым. Мінекей қажетті заттарымыздың бәрін турап дайындап қойдық. Бұған көп зат қажет емес. Мінекей жаңаға қуырылған кеспеміз, пияз, ет, картошка болса болды. Сосын қазанымызды отқа қоямыз, майымызды құямыз. Майды аз құймаймыз, әжептеуір етіп құямыз майымызды. Тамағымыз дәмді болып шығу үшін. Сосын пиязымызды салып, осылай жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз қып-қызыл болып, әдемі болып қуырылғанша қуырамыз. Сосын етімізді жуып, пиязымыздың үстіне саламыз. Отты көтеріп, етіміз жақсы қуырылғанша біраз қуырып аламыз. Жарты сағаттай сосын қазанымыздың бетін жауып, отын басып, пәс отта жарты сағаттай жақсылап етіміз піскенше қуырып аламыз. Одан кейін картошкасын бетіне салып, тағы да біраз қуырып аламыз. Сосын суын құямыз. Жаңа қуырылған лапшамыздың, қуырылған кеспеміздің көлеміне қарай, мөлшеріне қарай су құямыз. Суымыз қайнаған соң тұзын саламыз. Одан кейін мінекей жаңағы қуырылған кептірілген кеспемді салып жатырмын.
суын аса көп құймаймыз, кішкене қамырымыздан, кеспемізден кішкене ғана асатындай етіп су құямыз. Суымыз қайнағанша астын көтеріп қоямыз, тез қайнау үшін. Мінекей, біздің тамағымыз қайнап жатыр. Тамағымыз дайын болды. Енді дайын болған тамағымызды осылайша ыдысқа салып, дастарханға алып бара берсек болады. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, тамағымыздың түсі де қандай әдемі, иісі бұрқырап, міне, буы шығып, бұрқырап, тәбетіңді ашады. Бұндай кеспені барлықтарыңыз бұндай нан палауды бала күндеріңізде жеген боларсыздар. Бізде бала күнімізде осындай қуырылған кеспені, қуырылған осындай нан палауды бізде бала күнімізде көп жейтінбіз. Қазіргі таңда бұл тамақты біз көп дайындамаймыз, көп жасамаймыз. Дегенмен анда-санда жасап жейміз. Өте керемет, өзінің де ерекше дәмі бар. Сондай керемет тағам. Анда-санда бұл тағамды да істеп жеп тұрсаңыздар керемет болады. Сау болыңыздар.